Ақмола облысы Целиноград ауданы Софиевка ауылының номері 21 орта мектебінің 6 Ә сынып оқушысы Лауке қызы Райым. Бүгінгі ғылыми жобамның тақырыбы киіз үйдің кереметтері. Жердің өзектілігі. Еліміз егемендік алып, өз еркіміз өзімізге жеткен кезде жаңа бастамалар мен серпінді қадамдар жүргізіліп келеді. Алайда болашаққа жол бастарда әрдайым өткенімізді ойлап, ұмытпағанымыз жөн деп ойлаймын. Сол үшін ғылыми жобам қазақтың киіз үйінің кереметтері тақырыбында зерттеліп, киіз үйдің 7-ші кереметі ретінде адам денсаулығына пайдасы бар екені менің жаңалығым болып отыр. Адамның жүйке жүйесінің тозуы, шаршауы, стрестегі адамның емделуі, демалуына өте жақсы пайдасы бар екенін дәлелдеуде. Зерттеу жұмысының өзектілігі болып отыр. Емделуі, демалуына өте жақсы пайдасы бар екенін дәлелдеуде. Киіз үйдің бірінші кереметі. Соны біздің заманымыздан, бұрынғы қола дәуірінде 3000 жылдан бері қолданыста бар баспана. Оны тасқа қашалған суреттерден. Киіз үйдің екінші кереметі. Көшпелі қазақ халқымыз. Көшіп, қонып жүргенде 1-2 сағаттың ішінде киіз үйді құрып, немесе жинап отырмыз. Киіз үйдің үшінші кереметі. Оның бөлшектері және де құрылуы. Әр бөлшекке тоқталып кетейін. Киелі шаңырақ, күлдіреуіш, уық, маңдайша, босаға, табалдырық, кереге және де ең бастысы есік. Осы киіз үйдің біріктіру үшін бұларды таспаның рөлі зор. Таспа дегеніміз түйенің, өгіздің мойнының терілерінен жасалған. Сол таспа арқылы керегеде біріктірген және де керегелерді жылқының қылынан жасаған арқандармен арнайы байлап отырған. Киіз үйдің төртінші кереметі. Оның жабдықтары: туылдырық, үзік, түндік, желбау, белдік, үзік бау, басқұр, уық бау, тағы басқалары жатқан. Туылдырық, үзік, түндіктерді қойдың жүнін сабап, оны шиге салып, ауыл әжелері мен аналары киіз жасаған. Сол киізден арнайы үзік, туылдырық, түндіктерді істеген. Киіз үйдің бесінші кереметі. Киіз үйдің безендірілуі. Желбаулар, терме бау, тауырлықтың басындағы ою. Менің 80 жастағы әжем өзі маған терме баулардың әдісін түсіндірді. Және де менің айта кететінім, мына терме бау сыңар мүйізі деп айтылады. Ал келесі терме бау қос мүйізді деп айтылады. Осы терме бауларды боялуы, негізі терме бауларды осының бәрі әжемнің қолынан шыққан. Және де осы терме бауларды бояуға болады. Қойдың жүнінен шыққан. Болашақта осы терме баулармен ғылыми жобамды терең жалғастырдым. Киіз үйдің алтыншы кереметі. Қазіргі ғалымдар аспан әлемін зерттеуден аспанның жылжымалы картасы киіз үйдің шеңберлік өлшеміне сәйкес келеді деген. Шаңырақ арқылы наурыз және сәуір айларында аспан әлемінің солтүстік жарты шарында жұлдыздар мен шоқ жұлдыздар ерекше көрінеді делінген. Ал уықтар аспанның жарты шарын градусқа бөлуге ыңғайлы. Осы арқылы уақыт өлшемдерін ажыратқан. Киіз үйдің жетінші кереметі. Жетінші кереметті мен өзім зерттеп аштым. Ол керемет менің жаңалығым ретінде атап айтар болсақ, киіз үйдің адам денсаулығына пайдасы зор екенін зерттедім. Жүйке аурулары, жүрек аурулары, қысым аурулары және де стрестегі адамдарға өте пайдасы зор екенін білдім. Және де киіз үйдің дөңгелек болып келуінің өзі адам денсаулығына пайдасы зор екенін білдім. Ата-бабамыздан қалған асыл мұрамызды қадірлеп, қайта жаңғыртып, болашаққа жеткізу біздің парызымыз. Осы асыл қазынамызды ары қарай зерттеп, жалғастыратыныма сенім.